Армысыздар, қадірменді көрермен қауым, сіздер Тарих Тайм бағдарламасының кезекті санын тамашалап отырсыздар. Бұл жобада біз халық тағдыр және біздің өмір сүру дағдымызға әсер еткен тарих парақтарына көз жүгіртеміз. Бүгін 1966 жылдың айшықты оқиғаларын еске аламыз. С обращением Советского Союза Бүгін 1966 жылға көз жүгіртеміз. Кезекті жыл, кезекті оқиғалар. Бұл жыл адамзат өркениетінің дамуына зор ықпал еткен айтулы оқиғаларға толы болды. Ендеше назарларыңызға 1966 жылдың шежіресін ұсынамыз. 1966 жылы әлемде көптеген саяси, мәдени және ғылыми өзгерістер орын алды. Бұл жыл қырғи қабақ соғыс кезеңінің ең қызған шақтарының бірі болды. ақш пен Кеңес одағы арасындағы текетірес күшейе түсті. Вьетнам соғысы өршіп, батыс пен шығыс арасындағы қақтығыстар жаңа деңгейге шықты. Сонымен қатар 1966 жылы Қытайда мәдени революция басталып, елдегі саяси ахуал мүлдем өзгерді. Мао Цзэдунның бастамасымен жүргізілген бұл қозғалыс елдің дамуына зор ықпал етті. Ғылым мен техникада да үлкен жетістіктерге қол жеткізілді. Адамзат ғарыш кеңістігін одан әрі зерттей бастады. ақш Аполлон бағдарламасын белсенді түрде жүргізіп, айды игеру бағытында маңызды қадамдар жасады. Ал Кеңес одағы Луна 9 аппараты арқылы алғаш рет ай бетіне жұмсақ қонуды жүзеге асырды. 1966 жыл Кеңес одағы үшінде айрықша жыл болды. Бұл кезеңде ел экономикасын дамытуға арналған 5 жылдық жоспарлар жүзеге асырылып, өндіріс пен ғылым қарқынды дамыды. Қазақстанда бұл дамудың бел ортасында тұрды. 1966 жылдың сәуір айында Алматыда жойқын жер сілкінісі орын алды. Бұл апат қала мен оның маңындағы елді мекендерге үлкен зиян келтірді. Дегенмен халықтың ұйымшылдығы мен қажырлы еңбегінің арқасында Алматы қысқа уақыт ішінде қалпына келтірілді. Сондай-ақ бұл жыл Қазақстандағы индустрия мен ауыл шаруашылығы салалары үшінде жемісті жылдардың бірі болды. Тың игеру науқаны жалғасып, елдегі астық өндірісі арта түсті. Сонымен қатар өнеркәсіп орындары кеңейіп, жаңа зауыттар мен фабрикалар іске қосылды. 1966 жылы мәдениет саласында да айтулы оқиғалар орын алды. Әлемдік деңгейде әйгілі Beatles тобы танымалдылығының шарықтау шегіне жетіп, олардың әндері бүкіл әлемде хитке айналды. Сонымен қатар бұл жылы әлемдік кинематографияда да көптеген жаңалықтар болды. Голливуд пен кеңес индустриясы жаңа туындылар ұсынды. 1966 жылғы 26 сәуірде Ташкент қаласында жойқын жер сілкінісі болды. Жер сілкінісінің магнитудасы 5,2 балл болса да, оның ошағы жер бетіне өте жақын орналасқандықтан қалаға аса қатты зақым келді. Бұл табиғи апат нәтижесінде Ташкенттің көптеген ғимараттары қирап, мыңдаған адам баспанасыз қалды. Жер сілкінісі таңғы сағат 5:23-те орын алды. Оның салдарынан қаладағы тұрғын үйлердің шамамен 80% бөлініп немесе толықтай қирады. Ташкенттің ескі бөлігі ең көп зардап шеккен аймақтардың бірі болды. Бақытымызға орай, жер сілкінісі таңертең ерте болғандықтан адам шығыны салыстырмалы түрде аз болды. Дегенмен, мыңдаған адам баспанасыз қалды. Кеңес үкіметі жер сілкінісінен кейін бірден қалпына келтіру жұмыстарын бастады. КСРО-ның түкпір-түкпірінен құрылысшылар, инженерлер және басқа да мамандар Ташкентке жіберілді. Бірнеше жыл ішінде қалада жаңа ғимараттар бой көтеріп, заманауи инфрақұрылым жасалды. Ташкент қаласы тек қайта қалпына келіп қана қоймай, кеңейіп, көркейе түсті. 1966 жылғы жер сілкінісі Ташкент тарихындағы ең ірі табиғи апаттардың бірі болды.
Бұл оқиға қаланы қайта құруға серпін беріп, оны заманауи қалалардың біріне айналдырды. Сонымен қатар апат КСРО-дағы сейсмикалық қауіпсіздік шараларын күшейту қажеттілігін көрсетті. Ташкент жер сілкінісі тарихта халықтың бірлігі мен ынтымағының көрінісі ретінде есте қалды. Кеңес одағының түрлі аймақтарынан келген адамдардың көмегі арқылы қала тез арада қалпына келтіріліп, жаңа әрі заманауи мегаполиске айналды. 1966 жылы футболдан әлем чемпионаты шілденің 11 мен 30 аралығында Англияда өтті. Бұл FIFA ұйымдастырған 8-ші әлемдік біріншілік еді. Турнир Англия құрамасының тарихи жеңісімен есте қалды. Өйткені олар өз жерінде алғаш рет әлем чемпионы атанды. Бұл додаға барлығы 16 команда қатысты. Матчтар Англияның Лондон, Манчестер, Ливерпуль, Шеффилд, Бирмингем және Сандерленд қалаларындағы стадиондарда өтті. Турнирге дәстүрлі түрде Оңтүстік Америка мен Еуропаның мықты құрамалары қатысты. Топтық кезеңнен кейін ширек финалға Англия, Германия, Португалия, Аргентина, КСРО, Уругвай, Венгрия және Солтүстік Корея шықты. Турнир барысында ең үлкен сенсацияны Солтүстік Корея жасады. Олар Италияны 1-0 есебімен ұтып, плей-оффқа жолдама алды. Финалдық ойын 30 шілде күні Лондондағы әйгілі Уэмбли стадионында өтті. Бұл матчта Англия мен Батыс Германия құрамалары кездесіп, тартысты ойын көрсетті. Негізгі уақыт 2-2 есебімен аяқталды. Қосымша уақытта Джеффри Херст хет-трик жасап, Англия 4-2 есебімен жеңіске жетті. Осылайша Англия құрамасы өз тарихында алғаш рет футболдан әлем чемпионы атанды. Бұл жылы ақын Анна Ахматова өмірден озды. Анна Ахматова 20 ғасырдағы орыс әдебиетінің ең ірі өкілдерінің бірі. Күміс ғасыр ақындарының ішіндегі ерекше орын алатын тұлға. Ол нәзік лирикасы, тарихи санасы және тағдыр тауқыметін терең сезінген өлеңдерімен белгілі. Анна Ахматова 1889 жылы 23 маусымда Одесса қаласында дүниеге келген. Балалық шағы Царское село маңында өткен. Әдебиетке деген қызығушылығы ерте басталды, бірақ әкесі Горенко фамилиясын ақындық үшін лайықсыз деп тауып, оған Ахматова деген бүркеншік атты алуына кеңес берген. Ахматованың алғашқы өлеңдері 1910 жылы жарияланып, көп ұзамай ол Ресейдегі беделді ақындардың біріне айналды. 1912 жылы жарық көрген Кешкі ән атты алғашқы жинағы оны ақындық ортада танымал етті. Кейінгі жылдары Моншақ, Ақ-қара түн сынды жинақтары Ахматованың өзіндік қолтаңбасын қалыптастырды. Ахматованың поэзиясы махаббат, жалғыздық, үміт пен сағыныш тақырыптарын қозғайды. Ол нәзіктік пен тереңдікке толы жырларында әйел жүрегінің сырын, адамның ішкі әлемін керемет шеберлікпен жеткізді. Оның шығармалары қарапайым бірақ терең мағыналы сөздермен ерекшеленеді. Кейінгі жылдары Ахматова қоғамдық және тарихи тақырыптарға бет бұрып, кеңестік репрессиялар мен соғыстың қасіретін өз шығармаларында суреттейді. Реквием атты атақты поэмасы Сталиндік қуғын-сүргіннің құрбандарына арналған және кеңес замандағы ең ауыр кезеңдердің бірін бейнелейді. Ахматова өмірінің үлкен бөлігін саяси қуғын-сүргіннің көлеңкесінде өткізді. Оның бірінші күйеуі ақын және ғалым Николай Гумилев 1921 жылы контрреволюциялық әрекеттер үшін ату жазасына кесілді. Кейін оның ұлы Лев Гумилев те қуғын-сүргінге ұшырап түрмеге жабылды. Ахматова кеңес үкіметінің саясатына ашық қарсы шықпағанымен, оның шығармалары кеңестік идеологияға сай келмейді деп танылды. 1946 жылы ол антикеңестік көзқарасы үшін Ждановтың қатаң сынына ұшырады. Осыдан кейін оның есімі ұзақ жылдар бойы әдебиеттен ығыстырылды. Ахматова 1960 жылдары ақын ретінде қайта мойындалып, оның шығармалары қайтадан басылып шыға бастады. Ол 1965 жылы Италияға барып, Этна Тауремина халықаралық әдеби сыйлығына ие болды. 1966 жылы 5 наурызда Мәскеуде дүниеден өтті. Анна Ахматованың шығармашылығы бүгінде әлем әдебиетінің маңызды бөлігі болып табылады. Оның өлеңдері көптеген тілдерге аударылып, әлем оқырмандарының жүрегінен орын тапты.
Ахматова өз заманның үніне айналып, тарихтың ең күрделі кезеңдерін нәзік поэзия тілімен жеткізе білді. 1966 жыл Қазақстан тарихында экономикалық реформалар мен өндірістік дамумен, мәдени жетістіктермен және халықаралық ынтымақтастық әрекеттерімен есте қалды. Бұл кезеңде Қазақстан КСР-ның бір бөлігі ретінде экономикалық өсімге бағытталған жаңа 5 жылдық жоспарларды іске асырып, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығын дамытуға ерекше көңіл бөлді. 1965 жылы басталған экономикалық реформалар 1966 жылы Қазақстанда қарқынды жүзеге асырылды. Бұл реформалар кәсіпорындарға дербестік беріп, олардың тиімділігін арттыруды көздеді. 1966 жылы республикада 1709 жаңа кәсіпорын іске қосылып, немесе қайта жөндеуден өтті. Қара металлургия саласында Соколов Сарыбай және Қарағанды комбинаттары, Ермак темір балқыту зауыты өндіріс көлемін ұлғайтса, түсті металлургияда Лениногор, қазіргі Риддер, Жезқазған, Павлодар және Өскемен комбинаттары қарқынды дамыды. Сонымен қатар тың игеру науқаны жалғасып, ауыл шаруашылығын механикаландыруға ерекше көңіл бөлінді. Бұл Қазақстанның астық өнімділігін арттыруға мүмкіндік берді. 1966 жылдың сәуірінде Кеңес одағы және 5 жылдық жоспарды қабылдап, экономикалық дамуға жаңа міндеттер жүктеді. Сол жылы Қазақстан КП орталық комитетінің бірінші хатшысы Дінмұхамед Қонаев елдің әлеуметтік және экономикалық дамуына басымдық беріп, ауыл шаруашылығы мен өндіріс орындарының дамуын күшейтуге атсалысты. Сонымен қатар мәдениет пен спорт саласында да жетістіктер байқалды. Қазақ жазушыларының шығармалары одақ көлемінде танымал бола бастады. Театр және кино өнері жаңа белестерге көтерілді. Спортшылар халықаралық жарыстарда жоғары нәтижелерге қол жеткізіп, Қазақстанның беделін арттыра түсті. Жалпы 1966 жыл Қазақстанның экономикасын, мәдениеті мен спортын жаңа деңгейге көтерген, елдің дамуына серпін берген маңызды кезең болды. Өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы қарқынды дамып, мәдениет пен спорт салаларындағы жетістіктер Қазақстанның КСР көлеміндегі рөлін күшейтті. Сонымен қатар табиғи апат кезінде көрсетілген көмек елдің халықаралық беделін арттырып, бауырлас халықтар арасындағы ынтымақтастықты нығайтты. 1966 жылы дүниеге келген танымал актерлар мен саясаткерлердің өмірі мен жетістіктері туралы баяндасақ, олардың арасында қазақстандық және шетелдік тұлғалар да бар. Фархат Нұрсұлтанұлы Әбдірайымов, қазақстандық актер, 1966 жылы 21 қаңтарда Алматы қаласында дүниеге келген. Алматы техникалық университетін инженер-технолог мамандығы бойынша тәмамдаған. 1988 жылдан бастап турист мейрамханасының директоры қызметін атқарды. 1999 жылдан бастап Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясының актері ретінде танымал болды. Фархат Әбдірайымов қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгерген. Бекболат Қанайұлы Тілеухан Қазақстанның белгілі әншісі, жыршысы, педагог және қоғам қайраткері. 66 жылы 7 тамызда Қарағанды облысы Жаңарқа ауданы Атасу кентінде дүниеге келген. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, Қазақстан мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, Дарын жастар сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің 3 және 4 шығарылымдарының депутаты болып қызмет атқарды. Сонымен қатар 2013 жылдың 24 желтоқсанынан бастап Қазақстан Республикасы ұлттық спорт түрлері қауымдастығының президенті қызметін атқарды. Адам Ричард Сэндлер, америкалық актер, музыкант, сценарист және кинопродюсер. 66 жылы 9 қыркүйекте Нью-Йорк қаласында дүниеге келген. Ол комедиялық фильмдердегі рөлдерімен танымал. Соның ішінде Билли Мэдисон, Су тасушы, Үлкен әке және Мейірімді Ники сияқты фильмдері бар. Сэндлердің фильмдері әлем бойынша миллиардтаған доллар табыс әкелді. Атаңызға айналған боксшы Майк Тайсон да осы жылы дүниеге келген. Майк Тайсон 20 ғасырдағы ең танымал және даулы боксшылардың бірі. Ол өзінің жылдамдығы, күшті соққылары және рингтегі агрессивті стилімен әйгілі. Тайсон кәсіби мансабында көптеген рекордтар орнатып, ауыр салмақтағы ең жас әлем чемпионы атанды. Оның өмірі жеңістер мен жеңілістерге, даңқ пен дағдарысқа толы болды, бірақ ол әлі күнге дейін спорт әлеміндегі ең танымал тұлғалардың бірі болып қала береді. Майкл Джерард Тайсон 66 жылы 30 маусымда Нью-Йорк қаласында дүниеге келген.
Оның балалық шағы қиын өтті. Ол қылмыстық ортада өсті және жасөспірім кезінде бірнеше рет заң бұзушылықтар жасап, түзету мекемесіне жіберілді. Сол жерден оның боксқа деген ерекше қабілеті байқалып, әйгілі жаттықтырушы Кас Дамато оны өз қанатының астына алды. Тайсонның физикалық күші мен жылдамдығын байқаған Дамато оны чемпион болуға баулады. 1985 жылы 18 жасында Майк Тайсон кәсіби бокста дебют жасап, бір жыл ішінде 15 қарсыласын нокаутқа жіберді. 86 жылы ол Тревор Бербикті екінші раундта нокаутқа түсіріп, 20 жасында WBC нұсқасы бойынша әлем чемпионы атанды. Осылайша ол ауыр салмақтағы ең жас чемпион ретінде тарихқа енді. 1987-88 жылдары ол WBA, IBF және WBC белбеулерін жеңіп алып, абсолютті чемпион атанды. Тайсонның жекпе-жектері әрдайым көрермендерді таң қалдырды. Ол 90 жылдардың басына дейін қарсыластарын бірнеше раундта сұлатып, өзінің мықтылығын дәлелдеп отырды. Алайда 1990 жылы ол үлкен сенсация жасап, Джеймс Бастер Дугласқа жеңіліп қалды. Бұл жеңіліс оның мансабындағы алғашқы ауыр соққы болды. 92 жылы Майк Тайсон қамауға алынып, 3 жыл түрмеде отырды. Бостандыққа шыққаннан кейін ол қайтадан чемпиондық белбеулерін қайтаруға тырысты және 96 жылы WBA және WBC титулдарын жеңіп алды. Бірақ 97 жылы әйгілі Эвандер Холлифелдпен болған жекпе-жекте Тайсон қарсыласының құлағын тістеп, нәтижесінде бокстан уақытша шеттетілді. Бұл оқиға оның мансабындағы ең даулы сәттердің бірі. Кейінірек Майк Тайсон рингке қайта оралып бірнеше жекпе-жек өткізді. Бірақ бұрынғыдай үстемдік ете алмады. Ол 2005 жылда бокстан ресми түрде кететінін жариялады. Спорттық мансабын аяқтағаннан кейін Тайсон киноға түсіп, түрлі коммерциялық жобаларға қатысып, тіпті жеке подкаст жүргізе бастады. Сонымен қатар ол өзінің өміріндегі қиын кезеңдерді жеңіп, мотивациялық спикер ретінде танылды. Майк Тайсон тек бокс тарихындағы аңыз ғана емес, сонымен қатар өміріндегі күрестері мен қайта тұру қабілеті арқылы миллиондаған адамдарға мотивация берген тұлға. Оның жетістіктері мен өмірлік сабақтары бокс әлеміндегі ғана емес, жалпы спорт тарихында мәңгі қалады. Құрметті көрермен, сіздер тарихтайым бағдарламасын тамашаладыңыздар. 66 жыл осындай оқиғалармен есте қалды. Аман сау болайық, қуатты ел болайық.